балаңыз жатып жері жалқау болмасын десеңіз, оны әрдайым істеген ісіне, то есть қандай да бір тірлікке жұмсасаңыз да поэтапно жұмсаңыз, мысалға оңайдан қиынға деген сияқты, және де оның сізге керек кезде мақтау айтып, сізге керек еместе сын айтудың қажеті жоқ. Сонымен қатар үнемі мақтап отырудың да қажеті жоқ, үнемі көңіл бөлмей қоюдың да қажеті жоқ. Сонымен қатар балаңызға үнемі көңіл бөліңіз. Қандай жағдай жасаса да, қандай сынға ұшыраса да, тек қана кері байланыс жасаңыз. То есть сіз балаңызбен тек қана тілдесу арқылы оның ой өрісін, алға қойған мақсат жоспарларын білу арқылы, оған деген сеніміңізді білдіру арқылы көрсетесіз.